Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін мен сіздермен осындай төрт бұрышты тоқуды үйрететін боламын. Әртүрлі түстен тоқсаңыздар да болады, екі жағын бірдей қылып, немесе басқа түстен тоқсаңыздар болады. Алды, арты деп білініп тұру үшін. Ендеше кеттік. Менде бірінші сары түстен басталған. Менде осындай жіптер, кез келген жіптер бола береді. Қалып кеткен әртүрлі түстегі жіптер болса, осындай салфеткалар тоқып пайдалануға болады. Ең алдымен осылай бір саусағымызға орап аламыз. Міне, енді осыдан ілмегімізді кіргізіп, жұмыс жібін тартып аламыз. Жұмыс жібін тартып алдық, міне. Осыған 1, 2, 3 үшеу тоқимыз. Тағы да бір ілмек артық ораймыз жіпке, дәл осының ішіне. Тоқимыз. Жұмыс жібін шығарамыз. Бізде 3 күршікті ораймыз. Екеуінен бірге шығарамыз. Тағы да бір тізбек артық тоқимыз. Ораймыз. Екеуінен бірге. Тағы да бір жіп, бір петля тоқимыз. Осылай. Бұл столбик с накидом деп айтылады. Осылай. Дәл осындайдан бізге 8, 1, 2, 3, 4, 8 тал керек болады. Дәл осыдан бізге 8 тал керек. Қазір мен 4 рет тоқыдым, енді 8 тал тоқып шығамыз. 8 рет тоқимыз. 6-шысы. 7-шісі. Ортада осы бір артық петляны ұмытып кетпеңіздер. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Енді мына қысқа жібімізді осылай тартамыз. Енді мына жаққа осыны қазір біріктіреміз. 1, 2, 3. Үшінші тізбекке. Ең алғашқы тоқып бастаған 3 тізбектің үшіншісіне, үшінші петлясына қосамыз. Міне, тоқымайсыздар, осылай бірге шығарып аламыз. Енді мына ашықтықтарға, әр ашықтыққа 3-3-тен тоқимыз. Менде екінші түс. Менде екінші түсті қолданатын боламын мен. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша қалаған түстеріңізден тоқи беріңіздер. Бір түстен тоқсаңыздар да болады, екі түстен тоқсаңыздар да болады. Мына қиып тастаған жіптерімізді, артық жіптерімізді осылардың арасына жасыратын боламыз соңында. Енді көрініп тұр мен. Әр ашықтыққа 3 столбик с накидом. Келесі цвет менде жасыл. Жасыл түсті. Осы бір ашықтықтан кіргізесіздер. Қысқа жіп қалады. Жұмыс жіп шығарамыз. 1, 2, 3 көтереміз. Тағы да сол жерге. Ортасына бір петля артық. Келесіне 3. 1. Дәл сол жерге. 2. Дәл сол жерге. 3. Тоқып болған соң бір петля артық. Келесіне 3. Тағы да 3. Соңына дейін, осы жасылды бастаған жерге дейін 3-3-тен әр ашықтыққа столбик с накидом тоқып шығатын боламыз. Ендеше ары қарай тоқып шығыңыздар. Мен жасыл түстен аяқтадым екінші қатарды. Енді осы жасыл түсті тағы да
Бірінші қатардағы үшіншіге біріктіреміз. 1, 2, 3. Осылай шараластыр. Мен тағы да жіпті ауыстыратын боламын. Өйткені екі жағы бірдей кішкентай сөмкеше тоқып отырмын. Міне 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 үштен бізде қазір 3 үштен 8. Енді бізге мына ашықтықтан бастау керек болады қазір. Менде келесі түс қызыл түс. Мысалы мына жаққа қояйық. Қызыл түсті шығарамыз. Дәл осылай. Тағы да 3 көтереміз. 3 петля көтереміз. 2, 3 петля. Осы жерге тағы да 3 столбик сына кидім. Бірінші тоқыдым, мына екіншісі и үшіншісі. Енді келесі қатарымызды біз уже бұрыштарын шығарамыз. Бұрыштарын шығаратын боламыз. 3 тоқыдық қой мына жерге. Енді мына жерге 1 емес 2. 1, 2. Міне. Мына жаққа өтіп кетпеңіздер. Тағы да дәл осы жерге 3. Тағы да 3 столбик сына кидім тоқисыздар. 1 тоқыдым. 2. Үшіншісі. Бұл бірінші бұрыш. Уже бізде бірінші бұрыш пайда болды. Мына жерге енді келесі ашықтыққа 3 столбик. Ортасына біреуін қосып ұмытпаңыздар. 1 тізбек артық. Ал бұрышта 2 тізбек артық. Мына жерге 3 рет столбик сына кидім. Біріншісі, екіншісі, үшіншісі. Тағы да 1 тізбек артық. Енді екінші бұрышын. 1 столбик сына кидім. 2 столбик сына кидім. 3 столбик сына кидім. Енді 2 тізбек артық. 1, 2. Дәл сол жерге тағы да 3 столбик сына кидім. 1, 2, 3. Екінші бұрыш пайда болды. Ортада біреуіне қара 3 тоқимыз. Келесі ашықтыққа 3 столбик сына кидім. Бұрышты жоғалтпауымыз керек біз. Ал оның ортасындағы ашықтықтарға осындай 3 столбик сына кидім тоқисыздар. Енді бізде үшінші бұрышы. Дәл тура арғы бұрыштарды қалай тоқыдық? 4 бұрышында солай тоқимыз. Ең маңыздысы мынау 1, 2 тізбек артық. Тағы да сол жерге 3, 2, 3. 1 тізбек артық. Дәл осылай мына жерге дейін тоқып келіңіздер. Төртінші бұрыш. Өзгермейді. Дәл осылай. Соңына қандай үлкендікте қылғыларыңыз келеді сіздерге? Қандай размерде тоқығыларыңыз келсе, соншалықты тоқи бересіздер. Бәрінде осылай тоқылады. Өзгермейді. Негізі бір көргеннен түсініп алуға болады. 1 столбик артық. Келдік. Енді біріктіреміз. 1, 2, 3. Үшіншіге біріктіреміз.
үшіншіге біріктіреміз. Енді менде келесі жіп ақ түс. Жіпті ауыстыру үшін міне, мен мына жерде біттім ғой. Мына жерден бастап осы жерге алтау тоқимыз. Үшеу тоқисыз. Екі тізбек артық. Дәл осы жерге тағы да үшеу. Дәл солай кете береді. Бұл жерде төрт бұрышы өзгермейді. Мына жердегі сандар ғана өзгереді. Төрт бұрыш солай тұрып, мына жерде уже менде 1, 2, 3, 4. Төртеу бар. 3, 3-тен. Мына жерде алтау. Ортада бір екі петля артық. Дәл осылай екеуін бірдей қылып мынанда тоқып алатын боламыз. Артық жіптерді ең соңында ішіне қарай кіргізіп жібереміз. Міне, бастадық. 2, 3. Басқа түсті қосатын болсаңыздар, осылай қосып жібересіз. Осы бұрыштан бастап қосып жібересіздер. 3. Екі тізбек бұрышқа тура дәл сол жерге тағы да 3 рет тоқимыз. Біреу артық петля. Енді мына жерге үшеу, мына жерге үшеу, мына бұрышқа алтау. Дәл осылай екеуін келесі тоқығаныңыз бар ғой. Келесі тоқығанмен бірге бірдей қылып тоқимыз. Дәл осылай 6, 3, 3 ортадағы ашықтар 3-тен мыналарға алтау. Дәл солай келесі өлшеммен бірдей қылып тоқып аламыз. Мен ең соңғы қатарын тоқып болдым. Қазір ең соңғы петляларын тоқып жатырмын. Артық жаптырған жіптерді ең соңында жасырсаңыздар болады арасынан. 3. Енді мынаған біріктіреміз. 3-ші петляға 1, 2, 3. Енді мына жаққа, мына бұрышқа. Мына ашықтық көріп тұрсыздар ғой, осы жерге дейін арасынан өтеміз. Өткенде былай петляның арасына кіріп, осылай шығарып, осылай. Енді екі жағын бірдей тоқып алған соң, осы екі жағын біріктіретін боламыз. Мына ашықтыққа кіргіземіз, бұрыштағы ең бұрышына. Дәл мынадағы келесі бетіндегіні бірге осылай тоқимыз. Бізге енді осы екі бетін бір жағын ғана ашық қалдырамыз. Өйткені бұл енді тойбастарға арналған сөмкеше болғандықтан бір жағы ашық қалады. Қазір былайына жабамыз, мына жағы ашық қалады. Мына петлядан келесі беттегі петлядан өткізесіздер. Дәл осылай біріктіретін боламыз. Екі жағын теңестіріп, ашықтықта бір петля, екі петля. Столбик без накида. Дәл осылай біріктіп шығыңыздар соңына дейін. Осылай шығады. Мына жаққа дейін тоқимыз. Мына ашықтыққа екеу. 1, 2. Сосын келесі петляға.
соңына дейін, дәл осылайдай соңына дейін біріктіріп шығыңыздар. Бұрыштары бір-біріне келу керек, сол жеріне мән береміз. Мына бұрыштағы ортадағы қалдырған екі петлямен мына екі петляны бірге қосасыздар. Мына жерінде осы жер ашық қалды. Енді қалған жағын қалай тоқимыз? Мына жерге келдік. Жоғары қарай 1, 2, 3 көтереміз. Тура дәл сол жерге бұрышқа столбик сына кидім. 1 рет, 2 рет. Осы жер 2 болып қалады. Бір тізбек тоқимыз, ораймыз. Мына ашықтыққа столбик сына кидім. 3, 1, 2, 3. Бір тізбек қосамыз. Мына ашықтыққа 1, 2, 3. Бір тізбек артық. Келесі ашықтыққа тағы да солай 3 рет. Бір тізбек артық. Тағы да мына жерге столбик сына кидім. Мына жерге тоқыңыздар. Осы жерде қалай болатынын қазір көрсететін боламын. Дәл осы жерге тоқиық. Осы жерде қалай болатынын көрсететін боламын. Бұрышқа келдім. Тура мынаның ашық жеріне, осы жерге столбик сына кидім. 1. Енді мына ашықтыққа астындағы осылай 3 тоқып кете береміз. Осылай тоқып кете бересіздер. Мына жақты солай. Ал мына жағына басында бастаған жерімізге келгенде біріктіреміз ғой. Сол кезде осы жерде 3-ші тізбекке біріктіреміз. Сол кезде бұл жерде де 3 болады. Қазір мына жерде 2 болып тұр. Енді екінші қатарды айналып келдім. Мына жаққа бір қатар тоқыдым. Мына жаққа бір қатар біріктіріп, тағы да бір айналып келдім. Енді бізге ең соңында осы жерге былай арасынан өтіп аласыздар. Былай өтеміз. Мына ашықтыққа өтіп аламыз. 1, 2, 3 петля көтересіздер. Тағы да сол жерге 1, 2, 3, 4, 5. Мына жерге былай біріктіреміз. Жұмысшымен алып шығамыз мына жерден. Тоқымай. Екеуінен бірге. 1, 2, 3. 3 петля көтереміз. Тағы да сол жерге 1, 2, 3, 4. Столбик сына кидім. 5. Келесі ашықтыққа тағы біріктіреміз. Дәл осылай болу керек мұны. Осылай тоқып шығыңыздар. Көтереміз. 5 рет тоқимыз. 1, 5 рет или 6. Менде мына жерде 6 болыпты. 5 столбик сына кидім, тоқсаңыздар да болады, 6 тоқсаңыздар да болады. 3 болды менде. 4, 5, 6. Енді мына жерге біріктіреміз. Мына жаққа дейін тоқыңыздар. Осы жаққа дейін тоқып келіңіздер. Бәрін толық көрсетуім үшін видео ұзақ болып кетеді. Сол үшін қысқа көрсетіп жатырмын. Бәрі түсінікті болды деген ойдамын. Келдім, мына жерге біріктірдім. Жібімді қиып алдым. Енді ішкі жіптерін жасырамыз. Өздеріңіз қалай сәндеп қойғыларыңыз келеді, солай. Қазір мен жасырам ішіндегі жіптерін. Міне, менде осылай шықты. Өте ерекше. Қазір мына жерге лента немесе осы жіптен басқа түстен өткізсеңіздер болады. Қазір мен басқа түстен өткізіп көрейінші.
Міне мен осындай тізбектерден жай өзіме жасап алдым жіп. Да, мұны арасынан өткізсеңіздер болады. Дәл үш жағын немесе ортасынан бастағызып болады. Ортасынан бастайық. Қолмен өткізе салайын. Ішіндегі жіптермен жасаған жоқпын. Енді жасырамын.